Сәлем достар, мен Измурзаева Қарлығаш Абдырзаковна, жоғары дәрежелі гинеколог. Бүгін сіздерге айтатын тақырыбым менопауза. Бізде менопауза дегеніміз, яғни етеккірдің соңғы етеккір деген мағынаны білдіреді. Яғни бір сатыдан келесі сатыға өту, репродуктивті жастан одан кейінгі сатыға өту болып табылады. Яғни етеккірдің тоқтауы, әйелдерде бұл кезде 2-3 айлап етеккірі келмей қалуы мүмкін, 6 айлап келмей қалуы мүмкін, одан кейін жаңағы көп мөлшерде немесе аз мөлшерде келуі мүмкін, 7 күннен аз немесе 7 күннен көп. Кейбір әйелдерде жаңағы етеккірі тоқтамай келуі мүмкін, кейбір әйелдерде бұл қалыпты жағдай емес. Бұл кезде әрине гинекологқа қараламыз. Яғни бұл жаңағы жатырдың қабатының қалыңдауынан болуы мүмкін. Яғни бұл кезде міндетті түрде дәрігерге қаралып, жаңағы стационарға жатып емделу қажет болса, емделуіміз керек. Яғни бұл қалыпты жағдай емес, оған бөлек тағы да басқа тақырып түсіреміз. Және менопауза жайлы айтатын болсақ, оның кезеңдері болады. Яғни жасқа байланысты 40-44 жас, яғни ерте кезең, 45-тен 55 жас уақытылы менопауза, және 45-тен жоғары 55-тен жоғары кеш кезеңі болып табылады. Кейбір жағдайларда 40 жасқа дейін тоқтап қалып жатса, ол аналық бездің жаңағы белсенділігінің төмендеуінен немесе жүктілік болуы мүмкін, немесе екіншілік аменорея, яғни екіншілік етеккірдің келмей қалуынан болуы мүмкін. Осы кезде біз яғни дәл дұрыс диагноз қойып, осыны қалыпқа келтіруіміз керек, егер 40 жасқа дейін тоқтап қалып жатса. Кейбір жағдайларда, яғни физиологиялық емес, яғни қалыпты емес жағдайда тоқтап қалатын кезеңдер болады. Ол жаңағы аналық жыныс мүшелеріне операция болған кезде, аналық безді, матканы алып тастайды, кей кезде хирургиялық жолдармен араласулар болған кезде, сол кезде менопаузалар болуы мүмкін, немесе жаңағы онкологиялық аурулар кезінде химиотерапия, жаңа сәулелі терапиядан кейін тоқтап қалуы мүмкін. Осы орта жасына келетін болсақ, яғни бұл кез 50-51 жас деп орта жасты ала аламыз. Бұл кезде жаңа көбіне қолданамыз, яғни орын басушы гормональды терапия. Орын басушы гормональ терапия, яғни барлық әйелдерге бірдей қолданылмайды. Бұл қазір айтып кетемін соңында. Оған дейін жаңағы қандай белгілер болады, соған тоқталып кетсек. Әйелдерде яғни ашуланшақтық, ұйқысыздық, әлсіздік, шаршағыштық, одан кейін жаңа денесінде ыстық жаңағы ыстық қиылу дейді, әр жерінде сондайлар болуы мүмкін. Түнге қарай тершеңдіктің көп болуы, қан қысымы мен пульстің бір қалыпты емес, біресе жоғары, біресе төмен болып өзгеріп тұру болуы мүмкін. Одан кейін жаңа психоэмоционалды өзгеріс, жаңа айтып кеткенімізде депрессия, көңіл күйдің құбылмалы болып өзгеруі, ашуланшақтық, ұйқының бұзылуы, әлсіздік, шаршағыштық, есте сақтау мен есте сақтау шоғырлануының, концентрацияның бұзылуы болады осы кезде. Және де жаңағы урогенитальды жағына келетін болсақ, яғни қынаптың құрғауы, осы құрғағаннан кейін, яғни инфекциялар тез түскіш болады, және циститтің жаңағы жалған жаңағы кіші дәретке барғың келеді, барсаң шықпайды, немесе аз мөлшерде шығады, ашуы, осы белгілері болуы мүмкін.
және жыныстық қатынас кезде ауру сезімі, осындай белгілер болуы мүмкін. Бұның бәрі бізде не себепті болып жатыр? Яғни қандағы эстроген гормонының төмендеу себебінен осы белгілер болады. Яғни эстроген бізде бүкіл органға әсер етеді десек болады. Яғни бұлшықет, сүйек, көңіл-күй, терімізге, бүкіл органдарға, яғни өзінің әсерін тигізеді. Және де тоқталып кететін болсақ, одан басқа жаңағы бұлшықеттердің ауру сезімі, сүйектердің ауру сезімі болуы мүмкін. Жаңағы эстрогеннің азаюынан деп айтып кеттік. Яғни бұл кезде қандай бізге тексерулер қажет? Яғни әйелге жаңа остеопороз, осы эстроген жетіспеушілігінен көп әйелдерде остеопороз, яғни сүйектің жаңағы арасының, яғни бұзылысы. Бұл кезде жаңа бізге қажет, яғни денситометрия, белдің және жамбас ұршығының осы бөліктерінің денситометриясы керек. Бұл яғни бізде минералды тығыздықты анықтайды, яғни кальцийдің деңгейін анықтайды. Егер осы анықталғаннан кейін төмен болып жатса, онда қосымша кальций, Д витаминді бізге қосымша тағайындауы керек. Қосымша айтып кететін болсақ, еміне келетін болсақ, яғни дұрыс тамақтану және де физикалық қозғалыс, осы міндетті түрде керек. Физикалық жаттығулар, өйткені жаңағы сүйектерге, бұлшықеттерге көп әсер ететін болғандықтан біз соны қалыпта ұстауымыз керек. Су көп ішу керек. Одан кейін зиянды әдеттер болса, яғни темекі, оларды тоқтату керек. Дұрыс тамақтану, пайдалы тамақтарды. Және кейбір жағдайда бұл жаңа салмақтың қосылуына алып келуі мүмкін. Бұл кезде жаңа салмақты төмендететін әрекеттер жасаймыз. Кейбір әйелдерде керісінше салмақтың төмендеп кетуі мүмкін. Әр әйелде өзінің физиологиясына байланысты әртүрлі. Яғни рациондарға келетін болсақ, тұзды тамақтарды азайту, одан кейін суды көп ішу, дәнді дақылдар, аптасына 2 рет балық тағамдарын жеу, жаңа оливковый майларын пайдалану, осыларды қолға алып пайдаланамыз. Және де бұл кезде қандай ем қолданылады? Яғни көбіне шөп дәрілер, яғни құрамында эстрогені бар болуы мүмкін, кейбіреулеріне болмауы мүмкін. Бұны дәрігер өз тағайындайды. Арнайы әр әйелдің ерекшелігіне байланысты, индивидуально өзінің ерекшелігіне байланысты тағайындайды. Не үшін? Яғни осы жаңағы тершеңдік, ашуланшақтық, құрғақтық, осы симптомдарын бәрін азайту үшін. Яғни жергілікті ылғалдандыратын свечалар, кремдер, немесе жаңағы осылар қолданылуы мүмкін. Ал бұлар көмектеспей жатқан жағдайда, яғни менопаузальды гормональды терапия қолданылады. Бұған біз яғни барлық әйелдерде бұл бірдей қолданылмайды, өйткені толық тексеруден кейін ғана дәрігер тағайындайды. Өйткені оның қарсы көрсеткіштері бар біраз. Жаңағы қан қысымының көтерілуі, немесе жаңағы варикоз, тромб аурулары бұрын болған болса, және соған артық салмақ, онкологиялық аурулар болса, жаңағы сүт бездерінде немесе жатырда, аналық безде өсінділер болса, бұл кезде оны тағайындауға мүлде болмайды. Бәрі қалыпты болса, егер әйелде, ол кезде тағайындауға боладық.
бірақ жаңағы бірінші маммография өтеміз, қандағы глюкозаны тексереміз, УЗИ өтеміз, сүт бездерінің УЗИін өтеміз, жатырдың УЗИін өтеміз, және қан анализдері бар, биохимия, липид, глюкоза деген сияқты, тромбоцит, осылардың тағы да басқа қосымша анализдерді өз дәрігер тағайындайды. Осы анализдерден кейін ғана бізге гормональды терапия қажет болса, осы гормональды терапияны береді. Кейбір әйелдер болады, гинекологиялық операциялар болған, аналық безін немесе жатырды, немесе жатыр мойнын алып тастаған әйелдерде болса, яғни бұл кезде өзінің выписка дейді, выпискаға ауруханадан шыққанда выписка береді, соған қарап қандай гормон қажет, құрамында қандай гормоны болмауы керек, соның бәрін ескере отырып, өзі дәрігер қажет болса тағайындайды. Бұл гормональды терапияның тағы бір ерекшелік қасиеті, яғни 60 жасқа дейін тағайындауға болады. Егер бәрі әйелде норма болса, яғни 50 жастан қанша ерте тағайындаса сонша жақсы, және 50 кем дегенде 5 жыл ішуге болады бұл дәріні. Тағы бір пайдасы, бұның біраз жылға дейін бізде сүйектеріміздің остеопороз дейді, сынбауына, сүйектің қабатының нормада болуына әсер етеді. Бұлшықеттердің терінің салбырауына, айттық қой, бүкіл органға әсер ететіндіктен біраз жылға дейін бізде осылардың нормада болуына әсер етеді. Жалпы бүгін айтайын деген тақырыбым осы. Егер бүгінгі тақырып ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Және де басқа видеоларымды көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.